Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ежелгі Мысыр өнерінің ерлер және әйелдер киімін онлайн сабақта өтетін боламыз. Яғни ең алдымен ерлер киіміне тоқталып кетсек, ерлер киімінің ең көп киетін кеңінен тараған киімдерінің бірі шендит деп аталады. Ең кең таралған, оны орап киеді, зығыр белдемше ол. Ол тізеге дейін жетеді, көкірекше немесе иық жапқыш болады, жоғары тап өкілдер киген бұл матадан. Яғни бұл матадан немесе былғардан тігілген. Былғары дегеніміз тері, жейдесі калазерис, кей жағдайларда ер адамдарда ұзын жеңсіз көйлек киген, жалпы өздерінің ыстық, өздерінің ауа райы климатына байланысты, өздерінің әурет жерлерін жабу мақсатымен байланысты осы киімдері кең таралған. Тағы да ұзын жеңсіз көйлегіміз, яғни немес хеба, байлар алтын жіппен кестеленген немесе өрнектелген сәнді киім киген. Және де мына жерде көріп отқандай бас киім, мысалға немес хет деп аталатын орамал немесе патшаларға тән тәждер. Мына жерде көріп тұрғанымыздай әдемі әшекейлермен, алтын алқалармен, білезіктермен, жүзіктермен, өздерінің әдемі жаңағы темірден, алтыннан, күмістен, түрлі нелерден, кен байлықтардан жасап алған өздеріне осындай әшекейлерін көре аламыз. Жалпы ерлер киімдерінің, бас киімдерінің түрлері бұрынғы заманда осылай бізге мұра ретінде қалған, осылай болған деген мақсатта осындай жаңағы аңдардың түрлеріне ұқсатып, мына жерде өздерінің түрлі ерлерінің бұрынғы бас киімдері бейнеленген. Және де мына жерде әйелдер киімдеріне тоқтала өтсек, бұл жерде ежелгі Мысыр әйелдері көбіне калазерис деп аталатын ұзын, денеге жабысып тұратын зығыр көйлек киген. Зығыр дегеніміз матаның түрі, яғни бұл көйлектер жұқа матадан тігіліп, иықтан немесе мойыннан белдікпен байланған. Бай әйелдер кейде моншақтармен безендіріліп, әдемі көйлектер киген. Яғни үстем тап өкілдері, яғни байлық өздерінің үстемді екендерін, өздерінің жаңағы беделін көрсететін әдемі киімдермен өздерін безендіріп отырған, яғни бай әйелдері. Мысалы, тархан көйлегі осыдан 5000 жыл бұрынғы ең көне тігінмен тігілген көйлек үлгісі, яғни ол зығырдан жасалып, жалпы зығырдан жеңіл мата. Зығыр дегеніміз не үшін зығырдан жасалады? Өйткені ыстық, өте ыстық, қапырық, жаңағы шаң болғандықтан осындай жұқа матадан орап киілетін киімдер, яғни әйел адамдарға осындай әдемі жабысып тұратын жұқа көйлектер пішіліп тігілген. Жалпы бұл сол дәуірдегі тігін шеберлігінің жоғары деңгейін көрсетеді. Осы әдемі киім сол кездегі шеберлердің, тігіншілердің, сол кездегі қазіргі тілмен айтқанда стилистердің жасап шығарған киімдері деп атасақ болады. Жалпы әйелдердің бас киімі және әшекей бұйымдары, бұл жерде әйелдердің бас киімі өте әдемі болған. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Клеопатраның бас киімі, әшекей бұйымы алтынмен апталып, кәдімгі өте әдемі дизайнда десек болады, қазіргі тілмен айтқанда. Бұл жерде яғни құстардың
қауырсындарымен әдемілеп осындай өздерінің алтынмен аптап жасаған бұйымдарын, яғни мына жерде өздерінің қалдырған қашап жасаған жазуларын, әдемі бұйымдарын көре аламыз. Жалпы бұрынғы киімдерде өте жазбалар, өзіндік әдемі бұйымдар көптеп дамыған. Сол кездегі әйелдердің осындай бас киімдері осы күнге дейін бізге сақталып келген бірнеше жыл бұрын. Енді бұл жерде жалпы көріп отырғандарыңыздай әйел адамдардың әшекей бұйымдары бейнеленген, яғни бұл жерде құстың бейнесімен алынып жасалынған сол кездегі қазіргі тілмен айтқанда дизайны, сол кездегі бар бұйымдармен жасалған, алтынмен апталып жасалған осындай әдемі бұйымдары көздің жауын алатындай етіліп жасалған. Сол кездегі біз ойлаймыз, сол кездегі зергерлердің, сол кездегі қазіргі тілмен айтқанда дизайнерлердің өте жоғары деңгейде жұмыстары болған айта аламыз. Жалпы әшекейлерге анықтама айтар болсақ, ежелгі Мысыр әшекейлері сәндік бұйымдар ғана емес, қорғаушы, символикалық және діни мәні бар заттар болған. Яғни олар байлықты, мәртебені және сенімді білдіретін маңызды мәдени элемент ретінде қолданған. Жалпы негізгі түрлерін айтар болсақ, алқа, ожерелье. Алқа бізде түрлі түсті тастар мен алтыннан жасалған. Ең танымалы броад коллар, кеудені толық жабатын алқа. Яғни кеудені толық жабатын алқамыз, міне кеудені толық жауып тұратын осындай үлкен алқаларды айтып тұр. Жалпы ары қарай алқаның жанында білезік, яғни білезік қазіргі браслет деп айтамыз. Білезік білекке, кейде білекке қатарлап тағылған, қатармен өте қатарлап тағылған, және де иыққа да тағылатын осындай әдемі әдемі алтыннан, күмістен жасалған бұйымдары бар. Алдағы уақытта айтамыз. Және де жүзік, яғни сақина, мәртебе мен биліктің белгісі болып есептелген. Жалпы бас әшекейлеріне патшалар мен абыздар арнайы тәждер немесе символикалық фигуралар бар бас киімдер киген. Жалпы ерекшеліктері материалдар бұлар алтыннан, күмістен, лазуриттен, фаянс, карнелян, шыны, осындай материалдардан жасап отырған. Бұл бұйымдардың символдары скарабей, қоңызы, өмірімен қайта тірілу анықтамасы. Оның анг, өмір символы, яғни көз, қорғаушы күш деген мағынаны білдірген. Кобра, патшалықтың билігі, жынысқа бөлінбейді. Бұлар әшекейлерді де ерлер де, әйелдер де таға беретін болған. Яғни қазіргі біздің заманымыздағыдай әйелдер де, ерлерге де арналған әшекей түрлері мен киімдері бар. Сол кезде де болған, осыған дейін сақталып келген. Бұл да бір дизайнның бір өзіндік жақсы сақталған дүниесі деп есептейміз. Олар тек сән үшін ғана емес, жамандықтан қорғану, денсаулығын дұрыстау және де сәттілік тілеу өздеріне, сондай бір өздеріне қорғаушы, өздерінің үстем тап өкілдері ретінде сондай мақсаттарда осы әшекейлер тағылып отырған. Жалпы осы сабағымызды ерлер және әйелдер киімдерін, бұйымдарын қорытындылай келе, ежелгі Мысыр киімдері сол дәуірдің мәдениеті, әлеуметтік құрылымы және табиғи жағдайларының көрінісі. Жалпы киім түрлері қарапайым болғанмен өте мағыналы болған. Олар адамның әлеуметтік дәрежесін, кәсібін және дінге қатыстылығын көрсеткен.
яғни материалдардың жеңілдігі зығыр матасын ыстық климатқа бейімделгенін білдіреді. Пішімі мен сәнделуі адамның қоғамдағы орнын білдіреді. Әшекейлер мен бас киімдер тек сән үшін ғана емес, яғни жаңағы айтып кеткендей рухани мағына ретінде қолданылған. Мысыр киімі тек тұрмыстық қажеттілік емес, ол өнер, дәстүрдің бөлшегі ретінде дамыған. Бүгінгі күнде оның үлгілері сән индустриясында әсерін тигізіп келеді. Жалпы сол кездегі киімдердің материалдары көбіне зығыр матасы, яғни жұқа, өте жеңіл матадан жасалған. Түстері көбінесе ақ түсті болған, бірақ бай адамдар түрлі түсті киім киген. Жалпы ол кезде де байлықты үстем тап өкілдері өздерінің ерекшеліктерін солай көрсетіп отырған. Яғни әшекейлері алтын алғылар, сырғалар, білезіктер киімді толықтырып, әдемі етіп тұрған. Жалпы бүгінгі сабағымызды түсінікті деп ойлаймын. Жалпы ежелгі Мысырдың ерлер және әйелдер киімі сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үйге тапсырма ретінде осы ерлер мен әйелдер киімінен жаңағы интернеттен өздеріңіз ізденіп, осы үлгіде осы өнердің эскиздерінен 5 эскизді сызуды сіздерге үй тапсырмасы ретінде беремін. Үйден өздеріңіз 5 сурет салыңыздар. Жалпы бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Сау болыңыздар.